Саламатсыздар, құрметті әріптестер, құрметті жиынға қатысушылар, тұрақты комиссияның кезекті мәслихаттың сессиясына тұрақты комиссиясын жүргізуге рұқсат етіңіздер. Ең біріншіден барлықтарыңызды мынау келе жатқан наурыз мерекесімен, ораза айтпен құттықтаймын. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын, жұмыстарыңызға табыс, биіктен көріне берейік. Құрметті әріптестеріміз, Атырау аудандық тұрақты комиссиясының бірлескен мәжілісіне аудандық мәслихаттың депутаттары, дербес бөлім басшылары шақырылып, олар негізінен қатысып отыр. Құрметті депутаттар, мәжілістің күн тәртібіне мәселелер ұсынылып отыр. Бірінші, Атырау аудандық мәслихаттың 2025 жылғы 30 желтоқсандағы 26 жылғы 2028 жылдарға арналған кенттер мен ауылдық округтер бюджеті туралы нөмір 36 223-8 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Екінші, Атырау ауданының ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіп кешен саласындағы мамандарға ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне 2026 жылғы көтерме жәрдемақы және тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін бюджеттік кредит беру туралы. Үшінші, Атырау ауданы әкімдігінің жанындағы кәмелетке толмағандар істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияның дербес құрамын бекіту туралы. Мәжілістің мынадай жұмыс тәртібін ұсынылады. Баяндамалар 10 минутқа дейін, сөйлеушілер 5 минутқа дейін, анықтамалар 3 минутқа дейін. Жұмыс тәртібі бойынша қандай ұсыныстарыңыздар болмаса дауысқа саламын. Кім қолдайды? Рахмет. Қарсы, қалыс жоқ. Бірінші, онда Атырау аудандық мәслихаттың 2025 жылғы 30 желтоқсандағы нөмір 2026-2028 жылдарға арналған кенттер мен ауылдық округтер бюджет туралы нөмір 36-223-8 шешіміне өзгерістер енгізу туралы баяндамашы Атырау ауданының экономика және қаржы бөлімінің басшысы Шалқарабеков мырза. Сессия шақырушылар, бүгінгі күнге қарастырылған өзгерістер бюджет кодексіне сәйкес 26-28 жылдарға арналған кенттер мен ауылдық округтердің бюджетіне өзгерістер енгізу. Жалпы кенттер мен ауылдық округтердің бюджетінің кірістер жоспары 251,117 мың теңгеге ұлғайтылуда. Оның ішінде төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталынатын жеке табыс салығының жылдық жоспары 64,6 миллион теңгеге, бірыңғай жер салығының жылдық жоспары 2,1 миллион теңгеге, жер учаскелерінің түсетін түсімдердің жылдық жоспары 1 миллион теңгеге, жеке тұлғалардың көлік құралы салығының жылдық жоспары 8,8 миллион теңгеге ұлғайтылса, өткен жылдан қалыптасқан бос қалдықтар есебінен 174,525 миллион теңгеге кірістеріміз ұлғайтылып отыр. Атап айтқанда, Достық ауылдық округі бойынша жалпы өзіндік кірістері 5,677 мың теңге. Аталған кірістер келесі шығыстарға бағытталуда. Олар ауыл округі аумағында камера орнату жұмыстарына 1,5 мың теңге, дендрологиялық жұмыстарға 3,6 мың теңге, негізгі құралдар шот қағатын құрылғы сатып алуға 400 мың теңге, ауыл округке балансына трактор берілуіне байланысты трактор жүргізуші штаты және оның күтіп ұстау шығыстарына 1,312 мың теңге, штатына 1 миллион теңге. Бескетік елді мекен Әл-Фараби көшесіне аяқ жол салу жұмыстарына 2,2 миллион теңге, Хайдар елді мекені Камал және Расулов көшесі бойына электр бағаналарын орнату жұмыстарына 3 миллион теңге, Бескетік елді мекеніне балалар ойын алаңшасын салу және спорт алаңшасын салуына өткен жылы басталған қосқан құн салу өзгеруіне байланысты 344 мың теңге қосымша, және Қалшығай елді мекеніне 49 бойына 1500 метр аяқ жол салу жұмыстарын бастауға 500 мың теңге бағытталуда. Қалыбеков ауылдық округі бойынша бос қалдығы 2,680 мың теңге, жеке табыс салығының жоспары 500 мың теңгеге ұлғайтылып, жалпы кірістер 3,180 мың теңгеге ұлғайтылып отыр. Аталған кірістер жаңағы
трактор жүргізушісіне және трактордың шығыстарына 2.312.000 теңге бағытталса, Абат елді мекеніне аяқ салу жұмыстарын бастауға 500.000 теңге және компьютер сатып алуға 368.000 теңге бағытталуда. Мырзакент кенті бойынша кірістер жоспары 46.302.000 теңгеге ұлғайтылып отыр. Шығыстары бойынша Тайған көшесі бойындағы көп қабатты үйлер ауласын абаттандыру жұмыстарына 35.7 миллион теңге, ішкі көшелерге шұңқырды жамауға, яғни ямочный ремонтқа 7 миллион теңге, Бекет Батыр көшесін жарықтандыру жұмыстарын бастауға 2 миллион теңге, Әл-Фараби көшесінің бойына аяқ жол салу жұмыстарын бастауға 500.000 теңге, Еркіндік көшесі бойындағы сауда-саттық орнының алдына науа салу жұмыстарын бастауға 500.000 теңге, Қожанов көшесіндегі жарық шамдарын ағымдағы жөндеу жұмыстарын бастауға 500.000 теңге бағытталды. Еңбекші ауылдық округі бойынша өзіндік кірістер жоспары 900.000 теңгеге ұлғайтылып отыр, бос қалдығы 94.000 теңге. Аталған кіріс көздері мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығыстарына және Нұр Отан елді мекенінде ынтымақ көшесіне тас төсеу жұмыстарына бағытталуда. Жаңажол ауылдық округі бойынша жалпы 39-да 4 миллион теңге кірістер ұлғайтылып отыр, бос қалдықтар есебінен. Шығыстар бойынша әкімшілік ғимаратын жаңа Фирдауси елді мекеніне көшуіне орай қойма салу жұмыстарына 5 миллион теңге, Фирдауси елді мекенінден жарықтандыру жұмыстарына 1,4 миллион теңге, Фирдауси елді Түркістан көшесі. Жарай, басқа сұрақтарыңыз бар ма? Құрметті әріптестер, баяндамашылар. Басқа сұрақтарыңыз болмаса, мәселенің сессияның күн тәртібіне енгізсек. Дауысты саламын. Қарсы, алыс жоқ. Түсінбедім. Екінші мәселенің әрдерін қалмайын, екінші мәселенің. Өзгеріп береді. Құрметті әріптестер, онда күн тәртібіндегі екінші мәселе Мақтар ауданы ауылдық елді мекендер жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіп кешені саласындағы мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық округ әкімдері, аппараттардың мемлекеттік қызметшілеріне 2026 жылы көтерме жәрдемақы және тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін бюджеттік кредит беру туралы. Баяндамашы Мақтар ауданы экономика қаржы бөлімінің басшысы Шалқар. Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 6 қарашадағы нөмір 72-ші бұйрығына сәйкес жалпы дипломмен ауылға бағдарламасы іске асырылып, бұл жерде айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір реттік көтерме жәрдемақы 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде және бюджеттік кредит 2500 және 2000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде деп көрсетілген. Және осы заңға сәйкес, бұйрыққа сәйкес жергілікті өкілді органмен аталған мөлшерлеме шешім шығарылуы тиіс деп көрсетілген. Осыған сәйкес шешім жобасы ұсынылып отыр. Сол экономика министрінің бұйрығына сәйкес біздің ауданда да көтерме жәрдемақыға 100 айлық есептік көрсеткіш көлемі, яғни 432.500 теңге, ал бюджеттік кредит аудан орталығы болып табылатын Мырзакент кентіне 2500 айлық есептік көрсеткіш, яғни 10.812.500 теңге көлемінде, ал өзге ауылдар үшін 2000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 8.650.000 теңге көлемінде мөлшерлеме бекіту туралы шешім жобасы ұсынылды. Жалпы Құрметті әріптестер, баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Күн тәртібінде екінші мәселе бойынша. Сұрақ жоқ қой. Жылда Жоқ болса, онда мәселенің сессияның күн тәртібіне енгізуді сұраймын. Дауысты саламын. Қарсы, қалыс жоқ. Рахмет. Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша. Мақтар ауданының әкімдігінің жанында кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия дербес құрамын бекіту туралы. Баяндамашы Мақтар ауданы әкімінің аппаратының заң бөлімі басшысы Бауыржан Мүсірепов. Рахмет, саламатсыздар ма?
қоғамдық істер жөніндегі комиссиясына өзгерістер енгізейін деп ұсыныс жасап отырмыз. Оған негіз болған Түркістан облысы әкімінің орынбасары Алтаевтың 2025 жылы 4 желтоқсанда 96 хаттамасы негізінде болып табылады. Аталған хаттаманың 1-4 тармағында одан қаладағы комитет қоғамдық істер жөніндегі олар құқықтар қорғау жөніндегі комиссияның құрамына колледж директорын енгізу туралы ұсыныс енгізген. Осыған алдағы ұсыныс енгізіп отырмыз. Комиссияға 3 лауазымды тұлғаларды енгізіп отырмыз. Атап айтқанда Түркістан облысының білім басқармасы Мақтаарал ауданының аграрлық колледжінің директоры Сидахбек Батыр Бигелді ұсынып отырмыз. Және де Түркістан облысының жұмыспен қамту үйлестіру және әлеуметтік бағдарлама бөлімінің еңбекпен мобильді орталығының, яғни Маса орталығының директоры Жетібаев Оразбек Ерланұлын ұсынып отырмыз. Және де Мақтаарал ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама бөлімінің отбасын қолдау орталығының директоры Қалдыбаев Талғат Сағынбеков ұсынып отырмыз. Қоса айтып кететін жағдай, аталған комиссияның құрамынан Мақтаарал редакциясының газет редакциясы Сәбит ағамыз комиссиядан жағдайларға байланысты босату сұрап отыр. Басқа сұрақтарыңыз болмаса, комиссияда кім талқылап көрмеді? Комиссияны Өзің жаза салыңдар. бұл комиссияның Мақтаарал ауданы әкімдігі бізде комиссия бар, бізде өзіміздің аппараттың ішінде. Сол комиссияда қараймыз, Мақтаарал ауданы қаулысы. Мақтаарал ауданы әкімдігінің жаңа әкімнің қаулысы бар, сол қаулы қарайтын бізде құрамды комиссия. Құрамды ұсынамыз, сол Мақтаарал ауданы әкімдігінің қаулысы шығып, сіздерге ұсынамыз. Оның ішінде депутат қоссақ болмайды ма? Осылама біреу? Мен бармын, Мұхтар бар. Мұхтар бар. Комиссиясы толмағанда болған кейін, осы әкім орынбасары колледжден директорлерін де қосыңдар деген қосылды. Дұрыс. Болды, сұрақ жоқ. құрметті әріптестер, баяндамашқа сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса, онда мәселені сессияның күн тәртібіне енгізуді сұраймын. Дауыс жасалды. Қарсы, қалыс жоқ. Бірлескен мәжілістің күн тәртібіне енгізілген мәселе қаралып бітті. Басқа кімде қандай ұсыныстар бар? Немесе сын ескертулер? Құрметті әріптестер. Жоқ болса, болмаса осымен мәжіліс жұмысын жауап беріп береді. Бөлім басшысы Шалқан Әбеновке. Дауысқа салайық? Да, жұмыс істеп жатыр. Дауысқа салайық. Бірінші мәселе. Қарсы, қалыс жоқ. Беге қарсысыз ба? Сөз сізге. Өзгерістер енгізіледі ғой, айтылды. Дауысқа салынды, көпшілікпен қабылданды. Рахмет. Бір дауыс қарсы. Екінші мәселе. Күн тәртібінде. Мақтаарал ауданының ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау бөлім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агрокәсіп кешен салындағы мамандарға ауылдар, кенттер, ауыл округтер әкімдері аппараттың мемлекеттік қызметкерлеріне 2026 жылы көтерме жәрдемақы және тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін бюджет кредит беру туралы. Екінші мәселе. Ол мәселе Шалқан Әбеновте. Екінші мәселе сұрақтарың бар ма? Сұрақ болмаса дауысқа саламын. Қарсы, қалыс жоқ, қабылданды. Екі мәселе қабылданды. Үшінші мәселе күн тәртібіндегі Мақтаарал ауданы әкімдігінің жанындағы мемлекетке толмаған істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия дербес құрам бекітуді. Сөз Мақтаарал ауданы әкімінің аппараты заң бөлімінің басшысы Бауыржан Мүсіреповке беріледі.
сессияны